Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға бірге дастархан дайындайтын боламыз. Ыстық тағамнан біз фаршпен жасалған духовкада пісетін тағам дайындаймыз. Пирогтан өте оңай жасалатын, аз уақытта қажет ететін пирог және де тез дайындалатын салат дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіз. Сонымен қатар менімен жақын танысқыларыңыз келсе, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Описанияға ссылка қалдырып кетемін. Ең бірінші пирог жасаймыз, ол үшін ұнымыздың үстіне сары май саламыз. Енді осы сары маймен ұнымызды осылайынан қолымыздың көмегімен ұнтақтап аламыз. Егер де сіздердің сары майларыңыз қатып тұрған болса, күштің көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады. Мендегі сары май жұмсақ сары май. Келесі кезекте қант қосамыз, тұз қосамыз шым-шым, және де бір ас қасық құмсытқыш қосамыз. Енді жақсылап тұрып қасығымыздың көмегімен осы құрғақ қоспамыздың барлығын араластырып аламыз. Толықтай барлығы араласқаннан кейін ортаңғы бөлігіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Енді осы жұмыртқаны араластырамыз. Біз дайын қамыр илемейміз. Қазір сіздерге көрсетемін қандай пайда болу керек екенін. Осылай тек қана қолымыздың көмегімен осылай қысып крошка тәріздес болғанға дейін араластырып аламыз. Міне осындай сіздерде болуы керек. Қамырды илеп қажет емес. Және де жаймаймыз да қамырды. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған табамызға сары май саламыз. Одан кейін алманы алдын ала міне турап тазалап алдым. Осылайынан 4-3 формада кубик қылып турап аласыздар. Қазір табамызға салғаннан кейін үстіне су құямыз. Енді мен осының барлығын жақсылап тұрып араластырып аламын. Енді қақпағын жауып максималды оттың қызуында шамамен 2 минут, ары кетсе 3 минут қана ұстаймын. Одан кейін манка, яғни ұнтақ жармасын қосамыз. Осылай 2 ас қасық қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай араластыра отырып, табамызда шамамен тағы да 2 минуттай ұстаймыз. Одан артық ұстап керек емес, 2 минут уақыт бізге жеткілікті. Көріп тұрғандарыңызда мен мына жерге қант қоспаймын. Қантты біз пирогты салғаннан кейін үстіне себетін боламыз. Міне осылайынан араластырып алдым. Енді мен 22 сантиметрлік диаметрлі формама ұнтағымыздың жартыдан көп бөлігін саламын. Одан кейін міне осылайынан қолымыздың көмегімен тек қана басып шығамыз. Басқан кезде көріп тұрғандарыңызда бізде ұнтақтың барлығы өзі жинақталып, төрпіш болып тегістеледі. Одан кейін біз салмамызды толықта барлығын саламыз. Жоғарыда айтып өткенде мен қант қоспадым. Сол себепті де міне қазір салмамызды салып болғаннан кейін тегістеп, үстіне шамамен бір ас қасықтай қантты осылай қолымызбен сеуіп шығамыз. Енді қазір ұнтақтың қалған бөлігін себеміз. Қалған бөлігін сепкен кезде біз үстінен баспаймыз, тек қана бос-бос болып тұратындай қолымызбен ұнтақтарын міне осылай сеуіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минуттай сырғағанға дейін пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенше біз салат дайындаймыз. Ол үшін осылай жіңішкелеп тұралған орам жапырақты саламыз. Міне осылай жұқа-жұқа тұрайсыз, үстіне тұз себеміз. Енді қазір бізде жұмсару үшін қолымызбен міне қатты қылып қысамыз. Сол кезде бізде міне капустамыз, орам жапырағымыз, яғни осылайынан жұмсарады. Алдын ала қайнатып пісіріп алған тауықтың төс еті, яғни куриное филе, жүгері, кукуруза консервіленген, және де алдын ала пісіріп алған жұмыртқамызды саламыз. Енді үстіне сарымсақ, яғни чеснок салдым, сақтап тұралған қаймақ саламыз. Немесе майонез салсаңыздар да болады. Барлығын араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай салатымызда өте оңай жасалады. Барлық қоспалардың алдын ала турап дайындап алдым, пісіріп. Міне осылайынан араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді қазір біз пирогымыз піскенше тамағымызды дайындаймыз. Ол үшін алдын ала тартылған етіміздің үстіне күнбағыс майын құямыз шамалы. Тұз қосамыз дәміне қарай, және де қара бұрыш қосамыз. Сарымсақ қосамыз, яғни чеснок, пияз қостым. Барлығын алдын ала турап алдым. Енді бір жұмыртқа қосып, осы салмамыздың барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне біздің тартылған етіміз де дайын болды. Енді келесі кезекте тасалып алған картопты турайтын боламыз. Картопты біз міне осылайынан өте қатты жұқа емес, қалың емес, осындай формада дөңгелек күйінде осылай турап шығамыз. Қазір сіздерге көрсетемін қандай болу керектігін. Міне бізде осындай картоп болуы керек. Барлық картопты осылай турап шығасыздар. Енді біз формамызға астына май жағамыз, күнбағыс майын. Ең бірінші картопымызды орналастырамыз. Одан кейін тартылған етімізден осылай форма, дөңгелек форма жасап, міне осылайынан котлет сияқты қылдырып орналастырып шығамыз. Кезек-кезек картоп, фарш, орналастырып шығамыз. Барлығын осылайынан тура осылай орналастырып шығыңыздар. Міне барлығын орналастырып болдым. Енді қазір үстіне соус құямыз. Соус құю міндетті емес, бірақ та маған соуспен ұнайды. Судың үстіне бір ас қасық томат қосамыз, араластырамыз. Қазір мен осылайынан үстіне құямын. Болды. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде үстін фольгамен жауыңыздар. Сол кезде қатпай бізде өзінің буына күшті болып піседі.
міне осымен біздің бүгінгі дастарханымыз дайын болды. Өте қысқа уақытта ыстық тағам, тәтті пирог және де салат жасап үлгердік. Егер де видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма жаңа шыққан рецепті алғаш болып көретін боласыздар. Келесі кездескенше.